Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің сіздермен танысатын тақырыбымыз алгоритмді әзірлеу. Алгоритм дегеніміз бұл есептің шешу барысында қатаң түрде реттілікпен орындалатын әрекет. Алгоритмдерді бірнеше сипаттамаларға бөлуге болады. Ол псевдокод. Яғни псевдокод дегеніміз есепті шешу үшін қандай да бір таңбалар және белгілер арқылы әрекет жасау. Екінші бізде блок схема және графикалық сызбалар арқылы сипаттауға болады. Балалар, алгоритмді әзірлеу үшін бір мысал келтіріп көрейік. Бізде берілген үшбұрыштың ауданын тауып көрейік. Яғни ауданын табу үшін үшбұрыштың үш қабырғасын көрсетеміз. Бірінші қабырғасын А мәні деп алайық, екінші қабырғасын Б мәні деп алайық, үшінші қабырғасын С мәні деп алайық. Яғни осы үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Енді біз ауданын табу үшін Герон формуласына жүгінеміз. Герон формуласы біз математикалық модель түрінде жазып көрсетеміз. Яғни ол бізде S түбір астындағы P, жақшаның ішінде P азайтылған A, P азайтылған B, P азайтылған S. Яғни бұл жерде біз Герон формуласын көрсеттік. P мәні бұл жарты периметр болып саналынады. Жарты периметр. Енді жарты периметрін анықтау үшін біз не істейміз? Яғни әрбір қабырғасында, үшбұрыштың қабырғасын қоса отырып, екіге бөлеміз. Яғни P тең А қосылған Б қосылған С және 2. Бұл бізде жарты периметр. Енді балалар қарайық. Яғни біз алгоритмді әзірлеу үшін қазір үшбұрышты көрсеттік. Үшбұрыштың әрбір қабырғасы және де Герон формуласын қолданып жарты периметрін тауып алдық. Енді жарты периметр анықталғаннан кейін программаны әзірлеп көрейік. Мен жаңа айтып кеткенімдей, екі сипаттаманы атап кеттім. Яғни бірінші ол бізде псевдокод, екіншісі блок схемалар арқылы сипаттауға болады. Балалар, біз қазір математикалық өрнекте формуласын, Герон формуласын қолдандық және де жарты периметрін анықтап алдық. Енді осы мысалды алгоритмде псевдокод түрінде жазу керек. Псевдокодты құру үшін программаның бастапқы бөлігі, екінші негізгі бөлігі және де соңы. Программаны бастау үшін импорт mask. Яғни бұл жерде SQRT функциясы қолданылады. Енді жаңа әрбір көрсетілген үшбұрыштың қабырғасын анықтап өтейік. Бізде бірінші қабырғасы ол А. Int input, яғни енгізу. Бірінші қабырғасы. Екінші Б мәні. Бұл екінші қабырғасы. С мәні. Бұл бізде үшінші қабырғасы. Үшінші қабырғасы. Енді балалар, біз әрбір қабырғасын енгізіп көрсеттік. Енді осы жағдайда бұл қабырғалардың ауданын есептеу үшін міндетті түрде біз периметр, жарты периметрді біз көрсеттік. Яғни үш қабырғаның қосындысы. Бұл бізде программалау тілінде осылай көрсетіледі. Келесі Герон формуласына жүгінеміз. Герон формуласы бізде S маска және де SQRT. Яғни, бұл бізде Герон формуласына SQRT деген түбір астында дегенді білдіреді.
скверте P бірінші қабырғасы P азайтылған A, екінші қабырғасы P азайтылған B, үшінші қабырғасы P азайтылған S. Енді қарап отырсаңыздар, біз жарты периметрін анықтап алдық, Герон формуласын қолдандық. Енді шығару үшін біз ауданын көрсетеміз. Ауданын табу үшін біз S-ті көрсетеміз. Яғни print ауданы S мәні. Яғни программамыздың ауданын табу үшін біз программаға көрсеттік. Енді бұл бізде алгоритмнің, яғни псевдокоды. Енді балалар, біз алгоритмнің трассировкасын құрып алғаннан кейін екінші сипаттамасы, яғни блок схемалары арқылы әрекетте жасап көрейік. Ол үшін бізде жаңа атап кеткенімдей программаның басы, негізгі бөлімі, яғни айнымалыларды сипаттау, және де программаның соңы. Ол үшін бізге блок схемада бірінші программаның басы көрсетіледі. Екінші көрсетілген айнымалы мәндеріміз. Олар яғни әр қабырғаның көрсетілген мәндері. Олар A, B және S мәндері. Келесі біз жаңа айтып кеткенімде ауданын табу үшін жарты периметрін қоямыз. Яғни жарты периметр ол бізде P тең A қосылған B қосылған S және 2. Үшінші, төртінші яғни жолы бізде Герон формуласын көрсетуіміз керек. Герон формуласын көрсетуіміз үшін S тең түбір астында сквер T көбейтілген азайтылған A бірінші қабырғасы, P азайтылған B екінші қабырғасы, P азайтылған S бұл бізде үшінші қабырғасы. Енді яғни біз жарты айнымалы мәндерін көрсеттік, жарты периметрді анықтадық. Герон формуласы арқылы, яғни ауданын баспаға жіберу керек. Яғни ауданын табу. Программаның соңы. Сонымен балалар, біз берілген мысал арқылы трассировкасын және де блок сызба арқылы сипаттап шықтық. Енді сол берілген мысалдың нәтижесін көру үшін біз Python программасында орындап көрулеріңіз керек. A мәніне 16 санын берсек, B мәніне 32 санын берсек, S мәніне 5 санын беріп, шығатын нәтижені программа арқылы тексеріп көреміз. Жалпы балалар, бізде алгоритмді әзірлеу әдісі ол түрлі сипаттамалар арқылы орындалатынына көз жеткіздік, және де орындалу реттілігі есептің берілу барысына байланысты екенінде көзімізді жеткіздік деп айтуға болады. Балалар, үйге тапсырмаға. Мына алдарыңызда беріліп тұрған мысал, яғни бұл жерде біз есептің берілу барысы шартты тексеру. Яғни шартты тексеру үшін сіздер трассировкасын құрған кезде бірінші бастапқы программаның басқы бөлігі, яғни басы, екінші айнымалылар сипаттаймыз, үшінші циклды тексеру. Яғни қарап отырсаңыздар, x 2 мәніне берілген, егерде x 0-ден үлкен немесе кіші болса, x қосылған 1 немесе x 0-ден үлкен болса, онда a, b мәндер аралығында, егер a минус 2-ке тең болса, немесе h 0,2-ке, немесе b тең 1-ге тең болатын жағдайда сіздер шартты тексеріп көресіздер. Шарт ақиқат болған жағдайда цикл орындалады, жалған болған жағдайда цикл қайталанады. Балалар, бүгін біз сіздермен алгоритмді әзірлеу әдісін толық түсіндіңіздер деп ойлаймын. Келесі сабақта жолыққанша сау, сәлеметте болыңыздар.